Сәлеметсіздер ма, супер көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осылай пеште пісетін ерекше дәмді тағам дайындаймыз. Ең алдымен 200 граммдық 1 стакан күрішті и 1 стакан гречкамызды жақсылап 3-4 рет жуып аламыз. Осындай 2-3 кусок чесногымызды майдалап турап, қасына бір пиязды дәл осылай турап аламыз. Енді осыны 30 грамм сливочный майға бірінші чеснокты, сосын пиязымызды 2 минут орташа отта қуырып аламыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ. Міне бір сәбізімізді теркадан өткізіп, оны да үстінен салып 3-4 минут қуырып аламыз. Мінеке, енді осының үстіне бағана жуылған күрішіміз бен гречкамызды салып, жақсылап араластырып, астын өшіріп қоямыз. Кез келген ет бола береді бұл тағамға. Тауық, сиыр, жылқы, кез келген етті қолдансаңыздар болады. Міне еттерімізді осылай кусокқа бөліп аламыз. Енді осының екі жағында бірдей етіп, дәл осылай тұз, қара бұрышты сеуіп шығамыз. Енді осы еттерімізді 2 ас қасық пісте май құйып, 2 минуттан қызартып алатын боламыз. Екі жағында бірде 2 минуттан ұстаймыз. Неге осылай болып шығады. Енді осындай формаға, немесе форма болмаса сіздерде өздеріңіздің пештеріңіздің иісіне де салып пісіре беруге болады. Осылай салып шығамыз. Енді осыған жарты ас қасық тұз септім мен. Осы мөлшердегі неге тұзы әдемі болып шықты. Соған осындай су құйып, қараңыздар, бетінде кішкене ғана су шығып тұру керек. Қатты көп құйып жүрмеңіздер, шамамен 3 немесе 4 стакан суды қажет етеді. Осылай еттеріміз теріп алған соң бетін фольга қағазымен жауып 40-50 минутқа 200 градус пеште пісіріп аламыз. Мінеке, тағамымыз дайын. Міне осылай әдемі болып пісіп шығады. Қараңыздар. Иісі деген енді керемет, ерекше. Міне арасын байқасаңыздар, сухой емес, немесе жабысып қалмаған. Осындай жұмсақ болып, әдемі болып пісіп шықты. Енді етіміздің қалай пісіп шыққанын байқап көрейік. Мінеке, етіміз жұмсақ болып оңай кесіліп жатыр, арасы да әдемі болып пісіп шыққан. Осындай ерекше, оңай рецепттерді жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.